Көп балалы аналарға көмек. 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстандағы атаулы әлеуметтік көмек ашық әрі әділетті болып, адамдарды еңбек етуге ынталандырады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына арнаған жолдауында мемлекеттік көмектің дәл осындай тетігін әзірлеуді тапсырды. Атаулы әлеуметтік көмектің жаңа тәсілдеріне сәйкес, көмек 4 немесе одан да көп кәмелетке толмаған баласы бар, немесе 23 жасқа дейінгі студенттері бар барлық көп балалы аналарға көрсетіледі. Ақшалай көмектің сомасы отбасындағы балалардың санына байланысты болады. Бала неғұрлым көп болса, көрсетілетін көмек мөлшері де соғұрлым жоғары болмақ. Көмек отбасының табысына қарамастан Қазақстандағы барлық көп балалы аналарға ай сайын төленді. Атаулы әлеуметтік көмек ашық, әділ, еңбекке ынталандырады.